Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пирамида, бөлек жазылатын сөздердің емлесіне қатысты ескертулер. 6 сынып. Сабағымыздың мақсаты, оқу мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай ал балалар бірінші топқа бөлініп алайық. Ең бірінші біздің тобымыз қоңыр аю, екінші тобымыз ақ қоян, үшінші тобымыз қызыл қоңыз. Не себептен топтың атауларын осылай жаздым, осылай топқа бөлдім деп ойлайсыңдар? Жақсы, олай болса балалар, Мысыр пирамидасы туралы ең алдымен видео көріп алайық. Видеоны көріп болғаннан кейін 42-ші бетте оқулықта Александрия шамшырағы деген мәтін бар. Мәтінді жақсылап оқимыз. Мәтін оқып болғаннан кейін осы мәтін арқылы топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыс рөлдегі оқушылар әдісі. Реттеуші топ мүшелерін реттейді, баяндаушы мәтіннің мазмұнын баяндайды, сұрақ қойшы сұрақ қояды, сілтеме табушы мәтіннің қызық жерін табады, дәнекер өмірмен байланыстырады. Екінші тапсырма жұптық жұмыс балалар. Біріккен сөздер сыңарыңды тап. Екінші топқа қос сөздер. Үшінші топқа тіркес. Жеке жұмыс балалар. Оқулықпен жұмыс. Берілген сөздердің қара, қызыл, қоңыр, сын есімдермен жазылу емлесіне сай түсіндіріңдер. Рефлексия. Бүгінгі сабақ ұнаса немесе түсінікті болса, өз ойларыңды айта кетіңдер.